Сәлеметсіздер ме достар? Біз бүгін сіздерменен сам, ени есімдіктерінің, белгісіздік есімдіктерін үйренетін боламыз. Сам есімдігі аудармасы әртүрлі және көп мағынаны білдіреді. Кейбір, бірнеше, әлдекім, біреу деген мағынаны білдірсе, any кейбір, әлдекім, кез келген деген мағынаны білдіреді. Ал енді оны қай кезде қолданатынымызды үйренейік. There is some water in the cup. Стаканда біраз су бар. Стаканда біраз су бар. Аз ғана су бар десек те болады. Кішкене су бар десек те болады, иә? Яғни самды біз жеке өзін қолдана алмаймыз да, осындай сөйлемдермен қолданамыз. There is some person in the hall. Холлда, кіреберіс холлда бір адам жүр ғой дейді. Кім екен белгісіз. Біз білмейміз, әлде кім, кейбір адам, біреу ол. Соңғы кезде қолданамыз. Және сұрау белгісінде сам ұсыныс түрінде қолданылады. Would you like some chocolate? Сіз шоколад жегіңіз келеді ме? Can I have some salt, please? Аз ғана тұз алсам болады ма? Міне, осындай сөйлемдерде сам қолданылады екен. Яғни біраз, бірнеше, аз ғана, кішкене, біреу дегендерді біз, яғни белгісіздік, қанша екен белгісіз екенін білген кезде біз сам есімдігін қолданамыз. Ал енді any'ді қай кезде қолданатынымызды айта кететін болсам, мысалы үшін қараңыз, I have some money, менде аз ғана ақша бар. Бізде қанша ақша бар екен белгісіз. Ол $1000 ма, немесе 1000 теңге ма, біз білмейміз. Ал енді қараңыз, I don't have any money. Менде ақша жоқ. Аз ғана да ақша жоқ, қанша ақша екеніне белгісіз. Мысалы үшін, do you have some money десе, I don't have any money деп жауап береміз. Яғни сенде біраз ақша бар ма десе, менде ондай ақша жоқ. Мысалы үшін, сенде 1000 теңге бар ма десе, жоқ, менде ондай ақша жоқ деп точно айтамыз да. Ал бұл жерде біз белгісіз, бірнеше, аз ғана екенін көрсетеміз. Do you have any money? Аз ғана ақшаң бар ма? Сенде ақша бар ма? Деп қанша екен белгісіз ретінде біз сұрап тұрмыз. Осы жалпы өте оңай. Менің каналыма жазыла кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген есімдіктердің түрлері болсын, басқа да етістіктердің түрлері болсын, YouTube каналыма шығады. Сау сәлеметте болыңыздар.